Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін біз медовый печенье пісіреміз. Бірінші еріген майды саламыз. Одан кейін жұмыртқаны салдым, секерді саламыз. Секерді салып әбден араластырамыз. Оны араластырған соң ванилин балды қосамыз. 2 ас қас, 2 үлкен қасықпен балды қосамыз. Балды қосып әбден араластырамыз. Әбден араластырған соң ұнын қосамыз. Ұнын қосып, ұнын қосқаннан кейін барлық ұнды бірденен қоспаймыз. Жаңағы жайлап аз-аздан қосамыз. Аз-аздан қосып, арасына 1 чайный ложка разрыхлитель қосамыз. 1 чайный ложка 5 грамм болады. Сонымен жайлап қамырелейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Барлығын илеп қоямыз қамырымызды. Қамырымызды илеп болған соң барлық ұнды салып, әбден жақсылап илейміз. Жұмсақ қамыр шығу керек. Жұмсақ қамыр шыққан соң қамырымыз осындай болады. Формамызға пергаментный бумага төсеп, мен пергаментный емес, многоразовый коврик, жаңағы соған осындай дөңгелек етіп алақаныңызға кәдімгі пюре ететін жаңағы форма ғой, сонымен жаңағы не істейміз, басып печенье формасын жасаймыз. Ондай болу міндетті емес, егерде сіздерде жоқ болса, жаңағы кәдімгі дөңгелектеп осылай қоя берсеңіздер болады. Міне біз формаға салдық, печеньеміз дайын болды.